Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қарапайым, ең оңай чак-чак дайындаймыз. Ең алдымен заттарды осылай дайындап аламыз. Мөлшерін астында қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға ұнды салып аламыз. Және де оған шай қасықпен тұз саламыз. Осындай мөлшерде саламыз. Енді ас содасын саламыз. Енді араластырып жібереміз. Енді жұмыртқамызды салатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай көп продукты кетпейді, аз ғана және оп-оңай. Енді қолымызбен қамыр жасаймыз. Енді осылай столға қойып, илеп алуымыз қажет. Осылай қамыр шығады. Енді бұны салафанға салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Яғни илеу қану қажет. Енді салафаннан шығарамыз. Жаңағы қатты қамыр жұп-жұмсақ қамырға айналған. Қараңыздар. Енді бұны екі бөлікке бөліп аламын. Өздеріңіздің қалауларыңызша дәл солай жая берсеңіздер де болады. Екіге бөліп жайып аламыз. Ұнды аз ғана себеміз, көп ұн себуге болмайды. Осылай жұқа етіп жайып шығамыз. Енді пышақтың көмегімен кесіп, бір саусақтың жіңішкелігінде немесе одан да жіңішке кесіп шықсаңыздар болады. Барлық қамырды дәл осылай кесіп шығамыз. Бір-біріне жабысқалмау үшін сәл ғана уақытқа осылай жайып қоямыз. Сәл ғана кептіру үшін. Немесе азғантай ғана ұн сеуіп қойсаңыздар да болады. Барлығын осылай салонға етіп тураймыз. Екінші қамырымызды дәл солай бөліп аламыз. Мінекей барлығы дайын. Орташа отқа табамызды қойып, майымызды құямыз. Жақсылап міндетті түрде қыздырып аламыз.
Майымыздың қызығанын осылай бір штугын салып тексеріп көреміз. Майымыз қызыған екен. Қамырымыз бірден бетіне ісіп шықты. Енді қалған қамырлардың барлығын пісіріп аламыз. Қатты қызартып алмаймыз, сәл ғана сарғыш түске енсе әдемі шығады. Жан жағы бірдей пісу үшін осылай араластырып тұруымыз қажет. Немек сарғыштана бастады, енді бұны сүзіп аламын. Мінекей барлығын, дәл осылай барлығын сүзіп аламыз. Орта күйде болуы қажет. Қатты қылсақ тез пісіп қызарып кетеді. Дәл осылай барлығын пісіріп аламыз. Дәл осылай барлығын қуырып аламыз. Енді сұйық массасын дайындаймыз. Бұл жерде менде әсел, қант және де су мөлшерін астында қалдыратын боламын. Орта отта осылай етіп қайнатып аламыз. Арасында араластырып тұруымыз қажет. Немесе қанты астына отырып қалады. Қанты ерігенше араластырып тұрамыз. Шеттері қайнайын деп бастады. Мінекей қайнап бастады. Енді оны 20 минуттай қайнатып аламыз. Мінекей осылай болып шығу қажет. Кәдімгі әсел сияқты болып шығу қажет. Енді жаңағы қамырымызды ішіне саламыз. Екіге бөліп саламыз. Өйткені асты жақсылап араласпай қалуы мүмкін. Міндетті түрде барлық жеріне тигізіп, жақсылап араластырамыз. Өйткені бұл бір-біріне жабысуға көмектеседі. Мен қазір сіздерге екі түрін дайындап көрсетпекшімін. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша бір түрін дайындасаңыздар да болады.
осылай екіге бөліп алдым. Енді біреуіне күнжіт қосамын. Күнжітті міндетті түрде қыздырып аламыз. Екіншісіне мейіз қосамын. Біріншісін кесетін қылып, форманың ішіне дайындаймын. Яғни қарапайым түрі, қазір үстін басып шығатын боламын. Тегістеп аламыз. Енді лопатканы осылай сулап аламыз. Өйткені чак-чак лопаткаға жабысып қалмас үшін. Енді осылай қатты емес, жаймен басып шығамыз. Мінекей, бұның үстіне күнжіт себемін. Мінекей, өте әдемі шықты. Енді мұны кемінде 2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Екінші түрі, яғни дөңгелек түрін жасамақшымын. Астына қағаз қойып, бұл әсіресе дастарханға, тойларға қойғанға өте керемет көрінеді. Бұған мейіз қосып жасадым. Мейізбен де өте дәмді шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызша жаңғақ қоссаңыздар болады, әртүрлі жемістер қоссаңыздар болады. Барлығын осылай дөңгелектеп шығамын. Қолыңызды міндетті түрде сулап отырыңыз, өйткені шіре болып жабысып қалуы мүмкін. Мінекей, 2 сағат өтті. Өте әдемі және бір-біріне жақсылап жабысқан, және де сұйық сіңіп, өте әдемі дәм шыққан. Қазір кесіп көрсетемін. Жақындарыңызға жасап беріңіздер, міндетті түрде ұнайды. Бір жасағаннан өте керемет шығады. Барлығына жасап беруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше барлығыңызға ас болсын.